Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын 2 ақ апельсиннің көмегімен 5 литр шырын жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен біз 2 апельсинімізді кипятокқа жарты сағатқа салып қоямыз. Біз келесі кезекте жарты сағат өткен соң апельсинімізді салафанға салып 12 сағатқа мұздатқышқа қалдырамыз. Салафанның бетін жақсылап жауып қойыңыздар. Келесі кезекте біз тоңазытқыштан шыққан апельсиндерімізді осылай сақтап турап аламыз және де блендердің көмегімен өткізетін боламыз. Егер сізде массировка болса, массировканың көмегімен өткізсеңіз болады. Біз келесі кезекте апельсинімізді блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Келесі кезекте біз блендерден өткізілген апельсиніміздің үстіне 2,5 литр су құямыз. Қалған 2,5 литр суымыздың үстіне 10 грамм лимон қышқылын және 500 грамм секерімізді салып, жақсылап араластырып 15 минутқа қалдырамыз. Біз келесі кезекте 15 минут өткен соң екеуін бір-біріне қосып, тағы да 40 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Біздің өте дәмді, әрі түсі өте әп-әдемі болып шығатын сусындарымыз да дайын болды. Бәріңізге ас болсын.